дәлел жоқ болса, оны айтпай қояйық деген ғой енді. Просто Тимур қолдап кетейін деген ғой. Жоқ, бітекші Балауса ханым. Жоқ, мына жерде енді Балауса ханым мынандай әңгіме ғой. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды дейді. Енді білесіздер ғой, құрбылар әйтеуір бір-бірімен ұрсып қалса, барлығын жайып салады, айтқан секреттерін барлығын айта салады деген сияқты. Енді бұл кісінің аяулымның бір құрбысы болған. Сол құрбысы екеуінің арасында бір түсініспеушілік болып қалған, қатты ұрсып қалған деген сияқты сондай бір дүниелер болғанда, сол кісі енді барынша аяулымның бір жаманшылығы тиіп кеткенін естігеннен кейін сәл енді қынжылып, аяулым да бір артын ашып жерген сияқты маған көрінеді. Себебі Тимурға да айтқан, именно сол Тимур танитын кісілер да, ол кісіні мен де сырттай танимын, бірақ та сол естуім бойынша сол Тималарға айтқан, жаңа Тиман өзінен де сұрап жатсам, сіз кімді айтып жатсыз? Құрбысын немесе жаңағы ер азамат? Құрбысы. Сол құрбысы походу барлығын біледі Балауса ханым. И сол ұрсып қалған моментте барлығын сол айтып салған сол құрбысы деп ойлаймын мен да. Аяулым, Алан, аяулым не болды сіздерге? Өтірік әңгімені просто айтып отыр да. Мен Балауса ханым, мен қазір дегім де келмейді. Мына ұятсыз адамға алдымда отырған вообще түк дегім келмейді. Өйткені мен не үшін ақталам, мен не деп ақталам Балауса ханым? Бір информация шықса жарайды. Халық егер де көріп жатса фото видео жібереді. Давайте фото видео кесін. Нақты сұрайын. Сізде ешқандай кездесу, сөйлесу бұрынғы экс жігітіңізбен байланыс жоқ. Экс жігіт дейтінде экс жігіт те жоқ Балауса ханым. Бұрында 2 жыл жалғыз деп айтып отырған сол. Оқып жүрген кезде жүрген бір бала махаббат бір-ақ жыл жүргем, соны айтып жатыр. Мен бір ажырасып кетіп, немесе 3-4 жыл бір жігітпен жүрсем, бір түсінем да, білмеймін. Жоқ, вот именно ол халықтан кеп тұрған жоқ қой ол ақпарат, Балауса ханым. Ол ақпарат сенің бірге тұрған, семен бірге бір нанды бөлісіп жүрген адам айтып тұр да ол нәрсені ше. Онда былай жасайық, қыздар, жігіттер. Жігіттер, негізі енді мен ойлап отырмын, аяулым өзі айтып отыр, менде ешқандай байланыс жоқ, білмеймін жігіттер қайдан алып отқанын деп. Жігіттер бір құрбысынан естігені деген секілді айтып жатыр. Мен ойлап тұрмын. Не болды, Алан, ашуланып жатсыз қатты? Жоқ, Балауса ханым, мен түсінбеймін да. Қазір кеп мында вне микрофона маған неше түрлі нәрселер айтып отыр. Мен мысалы былай айтайын, менде дәлел жоқ, мен жаңағыда айтып өттім. Просто менде естідім ондай нәрсе болды дедім. Ондай әр нәрсе мен сендерді қазір үйтем бүйтем деген әңгіме керек емес, маған аяулым жарай ма? Үйтіп қазір сен жекеге өтіп, аузыңа енді оттаған мына жақта айтпай ақ қой. Жақсы, қыздар, жігіттер. Былай жасайық, дәлел болса, көреміз сол кезде. Алып келіңіздер. Қарсы емеспін, сіздер алып келсеңіздер, сол кезде көрейік. Ал бірақ аяулым, тек ашуланбаңыз, егер де өтірік әңгіме болса, күліп қоя салыңыз. Жоқ, Балауса ханым, мынау ер жігіт па, точно. Кәдімгідей артымда отырып алып, неше түрлі сөзді аузымен саптап отыр ғой. Жақсы, қойыңыздаршы. Болса тыныш отырсын. Микрофонға айтсын болмаса. Екеуіңіз де басылыңыздаршы, өтініш. Қоя қойыңыздаршы. Сіз де қорқытпасаңызшы, қоқандылыққа көрсетіп жатсыз дейді. Басылыңыздар. Шын болса, шын әңгімесін сол кезде көреміз. Уайымдамаңыз. Балауса ханым, ортаға сұрақ қойсам болады ма? Иә, ортаға. Өмірзақ мырза, қош келдіңіз. Сіз жаңа айта кеттіңіз ғой, сіздің бұрынғы қарым-қатынасыңыздың тоқтауына сіздің ата-енеңіздің соның кесірі тиді деген сияқты ше. Енді сол жерде мен ойлап тұрмын да, ата-ене ешқандай ата-ана өзінің қызын тұрмыстан ажыратып алғысы келмейді, бақытсыз болғанын қаламайды. Сондықтан да мен ойлаймын да, бұл жерде бір подвох бар ма деп ше, сіз жасырып отқан. Мүмкін сіз мінезіңіз нашар шығар, мүмкін сіз жұмыс жасамаған шығарсыз деген сияқты ғой. Өйткені одан кейін тағы бір ойлап тұрғаным, оған сенімді болып жатқаным, сіз қазір жауапкершілікті өзіңізден алып, ата-анаңызға, ата-енеңізге, басқа бір адамдарға аудара салдыңыз да. Өзіне сенімді ер азамат, өзін сыйлайтын ер азамат, қызды сыйлайтын ер азамат ешқашанда бұрында болған қарым-қатынаста жамандамайды. Өзіне алады да, немесе айтады, біз бір-бірімізді түсінбедік деген сияқты жылы жауып жіберу керек еді. Ал мына жерде сіздің айтып отқаныңызға қарағанда, сізде бір жасырын минус бар сияқты. Жауап бересіз. Ешқандай жасырып отқан ештеңем жоқ. Просто мен Талғардың қызын алдым. Ата-енеме айтуы бойынша сол Талғарға келіп тұру болды. Сіздерге Талғарға көшіп келіңіздер деді ма? Неліктен, өйткені үйде жалғыз қыз болды ма? Жоқ, отбасыда 3 бала болды. 2 қыз, 1 бала болды. Мен үлкен қызды алдым. Ал сіздің өзіңіздің жеке үйіңіз болмады ма? Сол себептен ба, неліктен? Жоқ, бізде жеке үйіміз бар, бірақ енді бұл кісінің өткен өмірі, оның барлығын біз қазбалай алмаймыз, бірақ нақты енді себебін ашып айтып жатыр деп ойлаймын. Басқа бір жерге көшіп келуімізді сұрады. Біз көше алмайтын болдық дегендей. Балауса ханым, бағана Айжан,
пікірімде қалып кеткем негізі. Сандуғаш енді айтып жатсың да, енді бір шай ішкенге қарсы емеспін деген не әңгіме ол? Сен Айдана құрбыңнан үйреніп алғансың ба деймін да, осы жерде бір сыйластық көрсетіп, бір шайға барып келейін, ол шайға барып келетін жер емес, сыйластық көрсететін жер емес деп тағы айтқым келеді Балауса ханым. Ол не әңгіме? Я болмаса сен конкретно айт, мен ажырасқан жігітке қарсымын, қарсы болмасам, я болмаса ажырасқан болса да, мүмкін мен ақшасына ма, бір жеріне қарап қалуым мүмкін Балауса ханым. Я болмаса түріне ма қарап қалуым мүмкін деп айтуыңа болады осы. Жоқ, Айжан, сен өзіңнің ойыңды сыртқа айтпашы. Мен біріншіден былай айттым. Әлі шымылдық ашылған жоқ. Мүмкін осы талаптарымды өзгертетін жігіт келіп тұрған шығар. Енді соны айтып отырмын ғой мен бағанан бері. Жоқ, сен өзіңнің ойыңнан айтып отырсың ғой. Мен бір шайға барып келем деген жоқпын. Bir таныстықта тұрған ештеңе жоқ дедім. Алдымен шымылдық ашылсын, танысайық біз. Жоқ, мына кісі айтты ғой, мен ажырасқанмын деді да, и сосын сен сразу айттың, бір шайға барып келсем ештеңе қылмайды дедің ғой. Бір шайға емес, мен таныстықты имела в виду. Сандуғаш, сен негізі адамның несіне бет... Ажырасқанға қарсысың ба, қарсы емессің ба, Сандуғаш? Қарсымын, ажырасқан адамға Онда қарсымын. шымылдықты ашасың ба қазір? Енді келіп тұрған адамды ашпай мен Не үшін ашасың? Не себеп? Танысу үшін. Мүмкін ойымды өзгертетін. Мүмкін менің ойымды өзгертетін адам келіп тұрған шығар, сен қайдан білесің? Ол қандай адам болуы мүмкін ойыңды өзгертіп? Сені тергеп отырмын да, кәдімгі бала тоқта... Жоқ, ол ойын өзгертетін Балауса ханым. Ойын өзгертетін қандай жігіт келуі мүмкін? Тоқта! Ажырасқан. Доғар болды. Жоқ, Диас. Көре алмай жатырмын аяқта. Сандуғаш үміткер келді, молодец. Үміткер келмеген 4 ай ішіп пісіп өлді мағыздыңшы. Ішіп пісіп қарашы, әлі сөйле. Қойсайшы, деп аш қатжап. Жоқ, Айжан, сен не істейін деп жатсың? Менің орныма отырғың келіп тұрмай еді. Шымылдық ашылсын, бір шай ішіп көреді. Содан кейін шығады ғой аяқтан, сөз айтсайшы. Таныстық жалғастырасыз, сендер не істемейсіздер, сояқта айтуға болады да, олар шай ішіп сырласып көреді. Сырласу бөлмесі сол үшін арналған Айжан. Сен бар көрмеген шығарсың ғой әлі. Сол сырласып келеді, одан кейін шешімін айтады ғой. Болды. Үйтіп қатып қазылап кетудің керегі жоқ. Я шынымен Балауса ханым, енді мұқтажымыз бар ғой, енді шынымен хотя бы осындай бір жігіттер келсе екен деп отырмын да енді. Жоқ, Сандуғаш, қара, ашасың я шымылдық, не үшін? Сол сұрақта қалып кеттік қой біз. Танысу үшін, не үшін ашады шымылдықты? Сен бірақ қарсысың ғой Сандуғаш, ажырасқанға. Мүмкін менің ойымды өзгертетін, мен армандаған жігіт Ажырасқан жарайды, ажырасқан жігіт келіп отыр. Бірақ сен қандай типаждарына қарайсың, если даже ажырасқандығына да көнетін болсаң, ол саған қандай жігіт болуы керек? Жақсы адам болу керек. Мүмкін мен внешне бір-бірімізге ұнап қалатын шығармыз, сен қайдан білесің? Еңлік. Жоқ, негізінде Айжан ханымның айтып отқан дұрыс, просто дұрыс жеткізе алмай отыр да. Ол үшін былай айту керек еді. Сіз, например, талап былай айтып отырсыз, мен ажырасқанға қарсымын деп отырсыз да, бірақ енді ұнап қалса көреміз. Ол үшін талабыңызды айтуыңыз керек. Ажырасқанға негізінде болмай қойса екен, бірақ мен енді ұнап жатса қабылдаймын деген сияқты қылып. Сіз просто талабыңызда мен қарсымын деген сөз аузыңыздан шығып жатыр да. Ол кісі соны ғана айтып отыр негізінде. Енді бұның алдында да еңлік, енді сен болған жоқсың ғой. Бұның алдында Думан дейтін үміткер келген, бұл кісігеші. Думан үміткер келген, бірақ таныстығы болған жоқ, бірақ ол кісі де қабылдады ғой. Егер ол кісімен жақсы өтіп кетсе, таныстық арғары кететін еді, бұл жерде Сандуғаштың былай барлығы, мысалы, мына жақта отырған барлығы өз талаптарын қояды, бірақ сол талаптан етіп асып кете береді. Бұл жақта принцип дейтін дүние мен әлі күнге дейін көрген жоқпын. Мысалы, біреу шығады, ажыраспаған дейтін нәрсені айтады да, бірақ шымылдықты сол күйі аша береді, бір таныс көрсек болады деген сияқты. Ол дүние мен ойымша дұрыс деп ойлаймын. Сырласу бөлмесіне барады, сырласады, не үшін ажырасты, соның бәрін біліп алғаннан кейін екі ойымен ары қарай таныстық жалғасады. Еңлік, мен не айтып отырмын енді? Мен сол нәрсені айтып отырмын ғой, сен просто екеуміздің ойымыз бір ойдан бір жерден шықты деген ғой. Әйтеуір бір жерден шығып жатырсыз, бұл бір нәрсені айтқыларыңыз келіп жатыр. Тимур? Баласаға, мен ойымша бұлардың пікіріне мүлдем келіспеймін. Неге себеп? Бірақ олмен дәл танысады да, бірақ дым болмайтын сен білесің. Потому что сен нақты талаптарың бар, осындай ажырасқан еркекпен сен бірге бола алмайтын. Бірақ сен оның уақытын қанша жерден құртасың, бірі олдан қанша бір кездесу, қаншама күн алмайтын болсаң, лучше бірден қайтару дұрыс деп ойлаймын. Нақты талаптарда тұру керек адам. Тимур, үміткер де ол нәрсені біліп келді ғой. Сандуғашты зерттеп келдім деді ма? Келді. Ол талаптарын біліп келген соң осы жерде отыр емес па? Ол үміттеніп отыр. Мен екеуміз жарасып кетсек, ары қарай жақсы болып кетеді сияқты деп. Бұған дейін де мысалы бізден талай жұп шықты ғой, ажырасқаны болсын, ажыраспағаны болсын. Бір-бірімен сөйлесіп көреді, танысады, ода тұрған не бар, қай жерден жоқ, негізі ода тұрған ештеңе жоқ. Просто үміткерлік дұрыс, мен оны қолдатқан не деп жоқпын, дұрыс емес деп.
Просто бұл жерде біздердің істеп отқан адамдардың нақты талап қоя ма, сол талапқа сай болу керек просто. Нақты талап қоясың ба, сол талапта тұру керек. Просто бұл жерде үміткердің тарапындамын. Үміткер келеді, үмітін арқалап қанша уақытын өткізеді, но бірақ соңында бірге бола алмайтын болса, ол не үшін келеді деген. Тимур, сенде кеше баласы бар адамды қабылдамаймын деп отқан Тимур кеше қабылдап, екеуің жалғастырдыңдар. Мен ешқашан айтпағанмын қабылдамаймын деп. Мен всегда келгеннен бастап айтам, егер мен ұнатам ба, ол адам маған разница жоқ, баласы бар ма, жоқ па, бұрын тұрмыста болған болмаған. Білмеймін, оны алды уақытта көретін боламыз сен сылтауратып бірдеңе демесең. Иә, сол Бізде құрметті көрермен дәл қазір жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма, жоқ па, сырласуға бара ма, жоқ па, барлығын жарнамадан кейін білеміз.